Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге бір жасағаннан дәл осындай жұмсақ әрі өте дәмді болып шығатын панкейктің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін тамашалап, каналға тіркеліп қойыңыз. Ең алдымен бізге осындай үлкенірек ыдысқа 250 мл айран құямыз. Оған жарты шай қасықтан шамалы аздау ас содасын қосып, араластырып қойып қоямыз. Біздің айран мен сода араласып, шамалы көпіріп, көлемі ұлғаяды. Оған дейін басқа ингредиенттерді дайындап алайық. Ол үшін 2 жұмыртқаға 3 ас қасық қант және де 1 шай қасық ванильді қант қосып, үшеуін жақсылап араластырып аламыз. Енді осыған 2 ас қасық сұйық май құямыз. Тағы да шамалы ғана араластырып аламыз. Енді біздің көпіріп, содамен араласып тұрған айранымызды құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Ары қарай 180 грамм ұнымызды және де 1 шай қасыққа шамалы толмайтындай қамыр қопсытқыш, яғни разрыхлитель қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен біздің қамырымыз дайын. Енді табамызды орташа отта қыздырамыз жақсылап, және де бетіне шамалы ғана сұйық май жағамыз. Дәл осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай, өзіңіз қалаған көлемде қамырды құйып, осылай жан-жаққа шамалы жаямыз. Содан кейін 3-4 минут күтеміз. Мен мына жерде жылдамдықты қостым видеоны. Қарасаңыздар, бетінде осылай тесіктер, көпіршіктер пайда болады. Толығымен көп осындай көпіршік пайда болғанда, келесі бетін аударамыз. Келесі бетіне де 2 минуттай күтіп, панкейкімізді аламыз. Дәл осылай барлық қамырдан жасап шығамыз. Осы рецепт бойынша менде 11-12 панкейк шықты. Міне біздің өте жылдам жасалатын панкейкіміз дайын. Өзіңіз қалауыңыз бойынша сгущенка, варенье немесе шоколадпен жесеңіз өте дәмді болады. Жасап көріңіздер, каналға тіркеліп, видеома лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет, ас болсын!